Барлықтарыңызға сәлем. Сіз осы видеоны көріп жатсаңыз, біздің түрік тілі курсымызға қош келдіңіздер. Жалпы курсымыз туралы айтпастан бұрын, Түркиядағы түрік тілі курстары Томер туралы айтқым келеді. Жалпы Томер түркче öğretim, araştırma ve uygulama merkezi деп аталады. Яғни түрік тілін оқыту, түрік тілін зерттеу және қолдану центрі орталығы деп аударылады. Жалпы Түркиядағы университеттердің әрбірінде өз Томер курстары бар. Томер түрік тілі курсы жалпы 5 деңгейге бөлінеді. А1, А2, Б1, Б2 және Ж1, С1 деңгейі болып бөлінеді. Әр университетте әртүрлі, бірақ бір деңгей 8-9 аптадай өтеді. Жалпы толық түрік тілі курсты С1 деңгейіне дейін сіз 8-9 айда бітіресіз. Егер Түркиядағы университеттерде Томерге қатыссаңыз, аптасына 5 рет күніне 4-6 сағат бойынша түрік тілін оқитын боласыз. Және де көп студенттердің қоятын сұрағы, Түркиядағы университеттерде түрік тілі қай тілде үйретіледі. Жалпы Түркияда түрік тілін сіз тек қана түрік тілінде үйренесіз. Өйткені сіздің группаңызда тек қана қазақтар емес, тек қана орыстар емес, көптеген әр елден келген студенттер болады. Сол себептен бәріне түрік тілінде үйрететін болады. Томердегі емтихан бойынша айтатын болсам, жалпы әр деңгейдің соңында, әр деңгейдің 7-ші аптасында сіз емтихан тапсыратын боласыз. Сол емтиханның нәтижесі бойынша кем дегенде 60 балл алуыңыз қажет. Егер де 60-тан төмен алсаңыз, сол сіз өтпей қалған деңгейіңізді қайттан оқып, қайттан төлеп, қайттан 8-7 апта оқитын боласыз. Және де сол 7-ші аптада қайтадан емтихан тапсыратын боласыз. Түркиядағы университеттерде оқуды бірінші курстан бастау үшін сіз түрік тілін кем дегенде Б2 деңгейінде білуіңіз қажет. Және де сол университеттің өз сертификаты болу керек. Ал егер де оқуды бірінші курстың 2-ші семестрінен немесе 2-ші, 3-ші курстан бастап кеткіңіз келсе, сіздің түрік тілінің деңгейіңіз С1 деңгейінде болу қажет. Және де дәл солай сіз түскен оқып жатқан университеттің сертификаты болу керек. Өйткені қазіргі таңда Түркияның университеттері бір-бірінің Томер сертификаттарын қабылдамайды. Сол себепті сіз егер де түрік тілін білсеңіз, Түркияға оқуға түскеннен кейін Түркияға келесіз, сол түскен университеттен түрік тілінен емтихан тапсырасыз. Ол емтихан ақылы түрде болады. Қазіргі таңда емтихан құны 10-15 мың теңге аралығында. Ол тест 4 этаптан тұрады. Бірінші этап бұл язма, екінші этап конушма, үшінші этап dinleme, төртінші этап оқума. Мысалға, сіз Қазақстаннан Б2 деңгейінде түрік тілін біліп, Түркияға келіп, Б2 деңгейін ала алмай қалсаңыз, мысалға А2 деңгейін алды дерлік. Сіз тек қана өзіңізге керекті Б1 және Б2 және С1 деңгейін оқи аласыз. Яғни сіз өз уақытыңызды және төлейтін ақшаңызды үнемдейсіз. Енді біздің түрік тілі курсымыздың мақсатын айта кетейін. Жалпы осы курстың мақсаты осы Қазақстанда онлайн түрде түрік тілін сізге үйретіп, сіз бұйырса Түркияға университетке түсіп жатсаңыз, сол жақта өз түрік тілінің деңгейіңізді дәлелдеу үшін осы курс арналған. Неге? Өйткені Түркияның университетіне оқуға түсіп, түрік тілін Түркияда оқысаңыз, сіз сол курсқа 9 ай уақытыңызды жоғалтасыз. Бұл өте үлкен мерзім. Мысалға, түрік тілі біздің қазақстандық студенттерге қалай айтсам болады, жеңіл. Сол себепті жеңіл үйрену үшін осы курс жасалған. Сіз тек қана осы 9 айды үнемдемей, сонымен қоса өз ақшаңызды үнемдейсіз. Өйткені қазіргі таңда Түркияда түрік тілі курсы толық 260 мың теңгеден асады. Осы келесі жыл ол баға жыл сайын өсіп тұрады. Сол себепті осы курсты жалпы түрік тілін Қазақстаннан үйреніп, сосын барып Түркия университетіне түскеннен кейін сол жақтан өз деңгейіңізді дәлелдесеңіз, сол айтқанымыздай уақытыңызды, ақшаңызды үнемдейтін боласыз. Жалпы курстың мақсаты осы болған. Осы курсқа дайындалғанда біз өз оқытушымызды өте мұқият талдадық. Неге? Өйткені қазіргі таңда Қазақстанда нарықта өте көп түрік тілі курстары бар. Бірақ біз ол курстарды біздің студенттерге ұсындық, ол студенттер оқып көрді, бірақ керекті деңгейде өз білімін ала алмады. Сол үшін бұл курсты бастауға шешім қабылдадық. Жалпы оқытушы таңдар кезінде біз бірнеше критерийлерге мән бердік. Бірінші кезекте біздің оқытушымыздың міндетті түрде дипломы болу керек, яғни мұғалімдік дипломы болу керек. Екіншіден, ол түрік тілін еркін түрде білу керек. Және үшіншіден, ол түрік тілін үйрету үшін өз тәжірибесі болу керек. Сол үшін біз өз оқытушымызды таңдап, осы курсты жасап, сізге ұсындық. Жалпы келесі видеода біздің оқытушымен толықтай таныса аласыз.